Сәлеметсіздер ме? Мен Жамбыл облысы Мойынқұм ауданы Биназар ауылы Ораз Жандосов орта мектебінің 10-шы сынып оқушысы Айғали Мөлдір. Менің отаныма менің бастамам аудандық шығармашылық жобалар байқауында Қазақстанның 100 жаңа есімі номинациясын ұсынамын. Мақсаты елімізге елеулі еңбегімен рухани сананың өмірлік ұстанымы арқылы қоғамға танымал азаматтарды зерттеу. Тақырыптың өзектілігі Қазақстанның 100 жаңа есімі білім ғылымы толысқан үздік маман нағыз үлгі болар жастарды қолдап дамыту. Күтілетін нәтиже өмірлік ұстанымынан болашақта өз орта табуда ізденіп еңбек ету, ғылым білімді жалықпай жинау үшін мотивациялады. Іскерлігімен елге танылып, халық алғысына бөленген азаматтар 100 жаңа есім қатарына енуге әбден лайық. Солардың бірі Сәуле Мешітбайқызы. Сәуле Мешітбайқызы Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, журналистер одағының мүшесі, Ел Ана қоғамдық қорының президенті, халықаралық Қазақстан дәуірі газеті мен республикалық Мөлдір Бұлақ балалар журналының бас директоры, Ел Ана қоғамдық, танымдық, әлеуметтік ақпараттық сайтының бас редакторы, ұстаз, журналист. 1946 жылы 20 қыркүйекте Жамбыл облысы Көктерек ауданына қарасты Бірлік ауылында дүниеге келген. Қазақстандық патриотизмнің қалыптасуы мен мәдениетінің дамуына, жетім балалар, тұрмыс деңгейі төмен және көп балалы отбасылар, көші-қон мәселелері, мәдени, тарихи ескерткіштердің сақталуы, мемлекеттік тілдің дамуы сияқты көптеген мәселелердің шешілуіне зор үлес қосып жүрген қоғам қайраткері, бірегей, жан-жақты тұлға. Марапаттары: 2010 жылы Жамбыл облысы Шу ауданының 80 жылдығы, Шу қаласының 50 жылдығы мерейтойы медалімен марапатталды. 2012 жылы елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың алғыс хатымен, министрліктің мақтау грамотасымен марапатталды. 2015 жылы ауыл шаруашылық саласының үздігі медалі табысталды. 2017 жылы Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданының 10 жылдық мерейтойлық төсбелгісі берілді. 2018 жылы Солтүстік Қазақстан облысы Мағжан Жұмабаевтың 125 жылдығы мерейтойлық төсбелгісімен марапатталды. 2019 жылы Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың арнайы алғыс хатымен марапатталды. Қорытынды: елімізде өскелең ұрпақтардың отанға деген патриоттық сезімін қалыптастыруда ақпараттық құралдар арқылы журналист ретінде Қазақстанның түкпір-түкпірін аралап жүріп, ұрпақты отансүйгіштікке, отанына шексіз берілген патриоттық рухы жоғары, ел дамуына зор үлес қосқан қоғам қайраткерінің болмысынан үлгі алып ұрпақтарына насихаттау.